өте жылдам кетіп бара жатыр қазір. Тамаша ғой. Және біз Селтик Бавария ойынына жетіп келдік. Селтик? Жылдамдықпен. Сергекке түсіп қалдық мына жылдамдықпен 2 рет. Штраф келіп тұр. Жоқ, жақсы ғой. Селтик Бавария. Штраф келген жоқ әлі. 3 айдан кейін келеді. Селтик Баварияға так. Енді Селтик былай негізі әжептәуір сондай бір компактный, сондай бір әжептәуір жақсы тегеурінді қарсылас. Макгрегор деген ойыншысы. Иә, бірақ дегенмен класс деңгейдің аты деңгей. Бавария командасы бірінші ойында сырт алаңда ойнағаннан кейін емін-еркін ойнайды. Харри Кейнге жарты мүмкіндік және ол гол деген сөз. Ал бір мүмкіндік толықтай болса, ол таза гол деген сөз. Сондықтан Харри Кейн бұл ойында гол салады. Пенальти болса тебеді, бүйтеді, сөйтеді, сырт алаңда да гол салады. Бірақ бұл ойында 4 гол кіріп, жаңағы фейерверк шашылып, тоталда жарылады деген мен өз басым сенбеймін. Бавария қазір елдің бәрін бірден өліп отырып жатыр. Педсан компания өзі сондай адам. Менің ойымша жай ғана Баварияның жеңісін ала салған дұрыс шығар сырт алаңда. Бір кішкентай ғана басымдықпен ұтады. Егер ол дұрыс емес десеңіздер, екінші нұсқа бұл енді қазір қаншаға бағамдап отырған білмеймін, 1,5 форрасы бар ғой, плюс Селтиктің. Соны алып жіберуге болады. 2 доп айырмасымен ұтылмайды. Өзіңіз қазір сонда 0-1 деп тұрсыз ғой? Бірақ доп басымдылығымен ұтады. Жоқ, 1-2 болатын шығар, кім біледі. Бірақ доп басымдылығымен ұтады да Бавария. Түсінікті. Ұтса егер. Ұта алса дейсіз ғой. Иә, тең болуы да мүмкін ол. Бексұлтан, сөз кезегі өзіңізде. Баварияның доминациясы болады бұл кездесуде. Допқа иелігі пайыз көрсеткіш 25-75 дегенге ұқсас әңгіме болады. Баварияның 3 гол десем қалай? Жаман емес пе? Жаман 3 гол және одан көп. Альянс аренада жоқ, 2,5 көп деп айтасыз, соны өзі сұрап. 2,5 иә, сол 2,5 ғой. Әр түрлі ойланатын адамдар жиналыппыз, иә? 3 және одан көп. Мәселен бәрін бірінші матчта шешті. Біреулер тәуекелге барып осындай айтқан ұнайды маған бұл. Күшті айтып отырсың. Кейін, иә, Альянс аренада ойнаса енді жай ғана 4-5 гол соғады десең де рахат тәуекел емес та. Екінші ойынды ойлап жүреді ғой, енді былай калькулятор қосылды ғой жерде. Әлімжан, сіздің ойыңыз Селтик Бавария? Менің ойымша Бавария жеңіске жетеді, егер аз болса 2 доп айырмасымен жеңеді. Ай, сендер ғой. Қалай Бавария? Жеңіске жетеді. 2 доп айырмасымен деймін. Иә. 2 немесе одан. Мен Селтик гол соғады деймін бұл жерде. Неге олар? Ана жапониялық бар ғой гол ұратын. Майда. Енді олар жаңағы шотландиялықтар